Соғыстың соңы не болады? Ресей Украинада соғыса бере ме? Тасталқан болған экономикасының арты қайда апарады? Қытай Ресейге көмектесе ме? Қысқа нұсқа екі ауыз сөзбен түйіндеймін, ендеше тыңдаңыздар. Біріншісі, Қытай Ресейге көмектесу бек мүмкін. Қытай Ресейге көмектесу бек мүмкін, бірақ ол Қытай әскері ретінде емес, Қазақстанға кіріп, қазақ армиясының әскери формасын киіп, Қазақстанның армиясы ретінде, ОДКБ-ның әскери құрамы ретінде Украинға кіруі мүмкін. Бұл бірінші жоба. Себебі украиндер Қазақ пен Қытайды айыра алмауы мүмкін, қолға түскен жағдайда да. Екіншісі, Қытай Украинға жіберетін армиясының негізгі құрамы қылып, шұғыл түрде Қытайдағы қазақтарды әскерлік тәрбиеден өткізіп, немесе әскери тәрбие көрген қазақтарды жіберуі мүмкін. Бұл екі. Ал үшіншісі, Қытай өзінің жоғарғы деңгейдегі қымбат қарулармен, кем дегенде орыстың тат басқан танкісінен жоғарғы деңгейдегі қаруларменен алыс аралықтан Украинды бомбалауы мүмкін. Немесе қару-жарағын Беларусь пен Украин территориясына алып кіріп, Беларусь пен Украин территориясынан немесе орыс әскері толық контролдап отырған Украин жеріне кіріп, Украинның қалаларын алыстан бомбалауы мүмкін. Қысқасы, Қытай ресми түрде емес, бейресми түрде Украин-орыс соғысына кіруі мүмкін. Бұл бірінші жоба. Бірақ Америка қатаң ескертіп отыр. Мынау Үрім қаласында болған Джейк Салливан менен Яң Жечінің, яғни Американың ұлттық қауіпсіздік комитетінің жоғары лауазымды тұлғасы мен Қытайдың сыртқы саясатының жоғары лауазымды тұлғасының Римда болған 7 сағатқа созылған ұзақ уақыттық дипломатиялық арбасы ұрғасуында Америка көзіне шұқып тұрып ескертті. Яғни Қытай соғысқа кіретін болса, санкция бар деді. Жетекеңді көзіңе көрсетем деді. Американың қатаң мәлімдемелері әсер қылып, Қытайдың жарна базары күрт құлдырап жатыр. Қытайда қазір үлкен финанстық, қаржылық үлкен толқу басталды. Үлкен байлар жапа тармағай ақшаларын, миллиардтаған ақшаларын Қытайдың жарна базарынан шегіндіріп шығуда. Тіпті Қытайдың Шанхай жарна базары, Шэньчжэнь жарна базарында үлкен өзгерістер болған соншалық, Қытай билігі үлкен қаражатпенен өзінің қолындағы жарнасын лақтырушыларды, яғни сатушыларды ресми түрде үкіметтік килігумен тиюға мәжбүр болып тұр. Ал бұндай болғанда Қытайда домино эффекті туылама. Қытай қаншалықты деңгейде жарна базарындағы Американың санкциясы салынуы мүмкін деген салалардан қашып шыға бастаған, жекелеген, тармақ, ұсақ және шашыраңқы жарна иелерін, яғни қаржы иелерін қаншалықты уақытқа дейін қапсырып ұстап тұруы мүмкін. Бұл белгісіз. Себебі жарна базары әлемдік ақпаратқа байланысты. Ал әлемдік ақпарат мың жерінен Қытай шетелдік интернет қолданушыларды бұғаттаса да, Америкадағы туыс туғандары Қытайдағы өздерінің жора жолдас туыс туғандарына, Америка кез келген уақытта санкция салуы мүмкін десе, Қытайлар жапа тармағай ақшасын алып шығады. Қытайлар ол ақшаларын алып шығады да, дереу Қытайда дәл қазір тиым салмаған долларды сатып алады, немесе құнды антиквариялерді сатып алады, немесе кәдімгі алтын сатып алады. Қытайдың ежелден тарихында алтын сатып алу осындай дағдарыс кезінде экономиканы сақтап қалудың бір тәсілі. Ендеше Қытайда алтын бағасы күрт өсуі мүмкін. Қытайда алтынның бағасы күрт өсуі мүмкін. Демек, Қытай ресми түрде айқайлап тұрып, орысқа соғыс алмайды, бірақ бейресми түрде көмек беру мүмкін. Әрине қаржылық көмек екі бастан,
азық-түлік көмек екі бастан, қаруды былайынан жасырын беру екі бастан. Бірақ армиялық көмек әлгіндегідей қазақ болып жасанып келу, қазақ армиясы болып жасанып келіп көмектесу, немесе Қытайдағы қазақтарды соғысқа салуы мүмкін. Осы үш түрлі болжалымыз бар. Бірақ қалай болмасын, бұл ақпарат егер батысқа жететін болса, онда Қытайдың төбесінен Құдайдың ұрғаны ұрған.